Ой, достар, мен бүгін Брюхевен қаласына бірінші рет келіп тұрмын өзім. Менің қасымда тағы кім бар? Жони бар. Жони кезеп, бірақ ол мен қай ойында екен білмеймін. Мен достар, қараңыздар, да осындай розбика алды. Мен Брюхевен қаласына кеше ауылдан келдім. Брюхевен деген қала шыққанын естіп, мен Брюхевен қаласына жүгіріп келдім. Мен Брюхевен қаласында қалай өмір сүреді екенімді, сол жайлы бұл история. Мен ит құлтап қойттым ғой мен. Мен ит құлтадым ғой. Не? Так, Брюхевеннен достар, көрші, соседка тауып керекпін. Өзіне арнайы. Телефон берін. Қатқала берді. Менің бөлмем, мен өзім бөлме тауып алдым. Осы бөлме, менің бөлмем. Өйткені мен, бұл емес мен бөлмем. Маған бөлме табу үшін өйткені андай бөлме тауып алдым. Осы үйде тұрам. Осы үйде тұрам, осы бөлмеде тұрам. Осы бөлмені алдым мен. Так. Ой, секіргенімді қараңыздар. Человек-пауктар құсап. Нелерге ұқсап. Так, бізде қазір қандай азан ба? Соседка тауылым келі. Соседка тауыламыз кірге? Ашылсашы. Енді ашылды. Енді жабылды. Енді мен жүрем. Неде біреу тұрады екен ғой? Автобус табында бағына. Автобус неге тұрады? Ана автобустан да бағына. Тұрайды не? Ана автобустан да бағына. Ит құда бағына. Адам үшін үйде адам бар. Асай шықты алды. Ашылмайды ғой, өткен адам жоқ қой. Адам бар ғой де. Жоқ қой адам. Мен бұл үйде не қылайын, так өзіме арнайы бір бәлелер тауып алайын. Не істесем болады екен, мен бұл үйді тағы да бір бәле қылып ауыстырып алуым керекпін. Мен үйме кіріп неғым керекпін. Үйді жинап тастайын. Так, басыма бұл шаш ұнамады маған. Әрине шаштандау керек. Так, шаштар